Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін ең оңай пирог жасайтын боламыз. Бір қамырдан екі пирог жасайды. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк бас, комментария жазып қолдау білдіріңіздер. Бір жұмыртқаны жарып салып, үстіне қантымызды екіге бөліп саламыз. Сармайымызды да салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қопсытқышымызды саламыз. Ұнымызды бөліп салып, қамыр илейтін боламыз. Сіздер жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын пирог. Құрамы қол жетімді. Қамырымызды жақсылап билеп аламыз. Алдағы уақытта жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Менен қандай рецепттер күтесіз? Төменге жазып қалдырып кетсеңіздер болады, жасапқа тырысамын. Міне тестімізді ыдысымызға салып, жайып алатын боламыз. Егер жаюға сізге қиындық тудырып тұрса, оны пайдалансаңыз болады. Шанышқының ұшымен жан-жағын тегістеп аламыз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышымызға жарты сағатқа қоямыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге қаймақ, творог, жұмыртқа, құмшекер, творогымызды салып, үстіне шекерімізді салып, бір жұмыртқамызды жарып, менде қолдың қаймағы, үстіне аз ғана сүт құйсаңыздар болады. Миксермен езіп алатын боламыз. Міне сүзбеміз дайын болды. Міне бір келкі болып әдемі болып шықты. Тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, үстіне сүзбемізді құятын боламыз тегістеп. Осы кезде әсел пешімізді қыздырып қоямыз. Жиырма 25 минутта пісіп шығатын болады. Міне дайын болды. Енді сәндік үшін мен вишня жемісін салдым. Сіздер басқа өзі қалағандар жемістеріңіз салсаңыздар болады. Сәндік үшін әдемі болып піседі. Начинкамыз бір есеге үлкейіп, үлпілдек болып пісіп шығады. Енді қалған қамырымызбен өріктен пирог жасайын деп тұрмын. Мен өткенде жасағанмын. Сіздер жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Қазақ каналының дамуына үлестеріңізді қосыңыздар.
Міне өрегімізді салып тегістеп шығатын боламыз. Мен сәндік үшін үстіне вишня салдым. Сіздер басқа жемістер салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Міне әдемі болып сметана пирогымыз дайын болды. Енді шаймен жақсылап жейтін боламыз. Қазақ шаймен жүреді. Сондықтан ас болсын.